қойшылың еңбегіне үміттеніп отырмыз. Біз қаһарманның 8-ші сабағына келдік. Әрқайсымыздың ойымыз қазіргі сабақта өте құнды. Сондықтан да сіздер айтқан әрбір пікірлеріңіз қазіргі сабаққа шынайы беріп отыр. Бұл сабақта қандай сабақта кездестік? Сандық. Бұл қазақтың қандай дүниесі? Көне дүниесі. Бұл біздің құндылығымыз ба? Одан не сақталады балдар? Ашып қара сырласын, сыр пернені басып қара. Кім айтты? Сәкен. Беріп қойма сақталған сол қойма бір түкпірін достың дос. Мына дүниенің ішін ашып қарасақ, мынандай құнды дүние шықты. Бұл кілт, иә? Әркімнің өзінің жан сарайының бір кілті болады. Сол кілтпен қазір біз тақтаға қараймыз. Адамға ең қажетті құндылық деген не? Осы кілтті ұстай отырып, барлығымыз жүрегіміздегі ең не уақыт кілт қандай құндылық? Адамның бойындағы ең қажетті құндылық қандай? Сабырлық, тез дайындап тұрыңдар. Адалдық. Мейірімділік. Жағымпаздан бар. Жауапкершілік. Қатты шығарамыз. Адамгершілік. Мейірімділік. Қарапайымдылық. Дауыстарлық. Шыншылдық. Қандай? Жақсы. Қазақша. Адалдық. Сенімділік. Ал құрметті оқушылар, мынау қазір сіздер барлықтарыңыз құрмет. Ең бірінші ол Кенесарының баласына сынағандағы айтқан өсиеті және де құндылықтары. Ең бірінші ол сол күнде Кенесарының ең бірінші құндылықтары ол бізде батырлық, әділдік. Айдақорын жағынан тек түспейді, бірақ кішкентай қаңқы бар, бірақ жері көп. Ал осы сол жерді осынау азғана жұрттың басып отыра алмайтын білмей ме? Өйткені бұлар саны аз, халқы аз. Осыны неге түсінбейді? Дос жыларды айтады, дұшпан күлдіртіп айтады, шындығымды айтады. Ол кеңес сұраған кезде, Кенесары, Жүсіптен кеңес сұраған. Осы жерде қандай құндылық бар және Біздің құндылық шындықты айту, әділдік, дос көзқарас және ақиқат. Бұл жерде дос күлдіріп айтады, дұшпан жылатып айтады дейді. Бұл жерде Жүсіп Кенесарыға жаны ашығандықтан ол өзінің досына сондай нәрсе құндылықты айтып тұр. Ал өзекті мәселені алатын болсақ, бұл жерде біздің халқымыздың саны аз, жеріміздің көптігі. Сол себептен бізге қазақ халқына көбею керек, үлкею керек, сондай. Жақсы, жарайсың. Егер мен Айшуақ Құдайменді Жантөре, Уәли балалары секілді үн-түнсіз Россия патшасына мойынсызсам, ертең үріп-бұтағым маған не дейді? Бұны кім айтып тұр? Кенесары. Мені де сатылған көп сұлтанның бірі демеуге қазір жеңіліп ажал табуға бармын, бірақ ұрпақтарым алдында алтынды адал сақтаймын. Бұл жерде қандай құндылық жатыр және өзекті мәселе не? Бұл жерде Кенесары өзінің батылдығымен және өз халқына деген адалдығымен ерекшеленіп тұр. Яғни мысалға алсақ, кезінде Әбілхайыр хан, яғни ол кіші жүздің ханы ресейлерден көмек сұрап, оларға қосылып кеткен болатын. Ал Кенесары барынша өзінің өмірінің соңына дейін Ресейге қарсы соғысуға тырысты. Яғни қалай болса да өзінің халқын яғни үш жүзді біріктіріп, оларды аман сақтауға тырысты. Сонда бізде бұл жерде Кенесарының өзінің халқына деген махаббатын, құрметін көре аламыз. Ал өзекті мәселе? Өзекті мәселе сол Ресей патшалығының. Жақсы, жарайсың. Келесі қайтып? Ал жақсы. Сендер оқыдыңдар, сыздық бөлімде Кенесары бар, Жүсіп бар, кішкентай сыздық бар. Үшеуінің бейнесі бересіңіз. Осыларда не оқыдыңдар? Кенесарының ағынан елінің азаттығы үшін жаңғыртылған тарихи өткен Кенесары. Ол бізбен еркіндікті деген сүйіспеншілікпен күресудің қалдығын үйретеді. Ал енді кішкентай 6 жасар сыздықтан не жүгіріп осы қазақ қазақ ел үшін Көмек жасай халқының сенімін
кенесары деген кезде ең бірінші жүздегі жүзге оның ішіндегі орта жүздің хан болып саналды. Екіншісі ол біздегі тарихымыздағы бір өзекті мәселе, себебі ол біздің соңғы ханымыз болды. Және де Арзахан бұл Кенесары біздің тыныш ұлы қоғам барысында қырғыздар осы Кенесары ханды сатып кетіп, қырғыздардың ханын сатқан болады. Ал енді сіздің бөлімде Кенесарының қай жерде бөтен баласына? Немересі дегенсіздер ме? Немересі өзінің баласы ма? Жарайсыздар. осы қазақ елінің алдында қазақ болсам қазақ халқы алдында қазақ елі үшін Кенесары өз халқын, елін сақтап қалу үшін үлкен ерлік жасады. Бұл Кенесарының қазіргі жастарға үлкен үлгі болып қалады деп ойлаймыз. Азат болсам, қазақ елі үшін соғысып, жанын берсем деген ар-намыс жігермен сіздің бөлімнен ала өтсек, Кенесары өзі кішкентай баласындағы жаңағы шаққа құлағаны ол үлкен батырлыққа тәрбиелеу болып саналады деген ойынша. Ал жақсы. Бірнеше құндылықтарға ие қазақтың ең соңғы ханы болып табылады. Бұл берілген құндылықтардан да яғни шын өмірдегі құндылықтар өте көп. Ал бұл жерде бізге беріліп кеткен құндылықтардың бірі ол қазақтың соңғы ханы. Яғни қазақтың ұрпағы үшін күрескен және қазақ халқының жадында мәңгі сақталатын соңғы хан болып тасты қайсарлықты көре аламыз. Және одан соң халқының болашағы үшін ресейге қарсы шыққан. Яғни кейбір қазақтың тарихында болған кейбір хандарға қарағанда бұл Кенесары хан тарихта ешқашан өз ұрпағының болашағы үшін қорқып қалған емес. Яғни барлық жерде батылдық танытып, қазақтың ұрпағының болашағын ойлап, барлық жеріне жанашырлық танытқан хан болып табылады. Кенесары хан батыл хан және әділдікті қолында бірге ұстай білген хан және бірлестік бойынша мына тапсырмалар алдарыңызға бірақтан қарайсыздар. Құрмет тобы. Әрқайсымыз қазір бір-бірімізбен кеңесіп ортаға саламыз, сосын топқа шығып сөйлейміз. Бірінші топ құрмет тобы. Кенесары баласын Тыңдай қаламдық тақырыппен байланыстырып әкелердің көбісі бұрынғы заманның әкелеріне қарағанда жақсы өсиет айта алмайды деп санаймын. Себебі қазіргі кезде және де өсиеті қазіргі кезде бұрынғы кездікпен салыстырғанда бір-бірін түсінуден өзім жоқ деп санаймын. Өзекті мәселе болып тұрған жеткізді, ел орда салды, шекара бекітті, экономикалық реформалар жасады. Сол арқылы біраз көмегін тигізді бізге, сол президент сол жағынан көмегін тигізді. Тұсты елмен теңестірген себебі елдің бірде мықты, бірде әлсіз болуы. Бұл елдің жағдайын анық қанығымен жеткізуі. Ал өзекті мәселеге келетін болсақ, яғни Бақашаян деді, ол қазіргі кезде адамдар әлсіздігін байланысты. білім жағынан да төмендеуміз, негізі терең ойламаймыз, сосын ұлттық тәртіпті, ұлттық дәстүрді көп сақтай білмейміз. Негізіне келгенде біз өз елімізден не алуымыз керек екен, тәрі алуымыз керек, бәрі өзекті ұмытпауымыз керек. Міне ғаламдықта. Жақсы, отырамыз, келесі топ. Ұрпағында Бақашаян болып сақталмай тұрғанда деген мағына ол бізде қазір біздің ұрпаққа жақын кездерде шашылып кетпей тұрғанда қазір бәрі ол кезде бір шатыр насында болғандықтан ол қасиет болу үшін жүрек жұтқан қайсар болу керек. Бірақ ол қасиет екінің бірінде бар емес. Яғни аса дәрежелі жолбастай қайратты болуымыз керек. Яғни көп адамда ол нәрсе кездесе бермейтіндіктен біздің екінің бірінде кездесе бермейді деп айтқан себебіміз осы. Себебі Кенесары сияқты мықты әрекетке көп адам бара бермейді. Жақсы, мен енді қорытындыласам. Жақсы. Кенесарының жолбарыстай ұрпағым тұрған кезде қимылдап қалайын деген әрекетін менің қазір сіздердің жауаптарыңызға қарай туған оймен қорытындылаймын.
қазіргі кезде жолбарыстай қайратты арыстандай айбатты болу үшін адамға не керек? Ақша керек деп. Онда керек дүние. Мен ақшам керек емес деп айтамын. Сосын ерік жігер керек. ерік жігер керек, сосын ең құнды дүние ол білім. Білімді біз қайдан аламыз? Білімді қайдан аламыз? Кітаптан алып, кітапты оқудың өзі құнды деп байқадыңыз ма? Мына жаңа айтты, Нұрсұлтан Назарбаевтың халықты көбейтудегі ол өзіміздің отанымызды өзіміз қорғау үшін батылдығын толыққанды көрсетті. егер солар сын айтпай тұрған кезде өзім жолбарыс болған тұста қимылдап қалайын деген ой осы жерде қандай құндылық бар? Біз осы берілген яғни мәтінде Кенесарының бойында бірінші құндылықтарды байқай аламыз. Оның бірі өзінің ұлтына деген жанашырлық пен махаббат. Насихаттар еді. Бірінші құндылыққа өтіп кетті. Мына бірінші топты құрмет тобы деп алайық. Кенесарының сөзінен жастарға шағын үндеу жазасыздар. Біз намыспыз. Иә. Намыспыз. Намыс. Құрмет тобы. Келесі екінші топ намыс тобы. Кенесары аузынан жастарға арналған өсиет хат. Бұл сабақ негізінде сонда да жаңа ақпарат біле алдым, яғни оның сызық дейтін баласын мен арасындағы қарым-қатынасын біле алдым. Егер Кенесары бүгінгі күнде өмір сүрсе, ол жастарға айтар еді, ең бірінші кезекте білім алуды ұсынар еді. Және ең үлкен проблемалардың, ең үлкен даулардың мәселелердің бірі ол тіл мәселесі. Біздің қазақ тілін ұмытып бара жатқан қазіргі жастарға ол үндеу жолдары еді деп ойлаймын мен. Және де ол қазіргі тәрбиені көрсек, мына заманда болып жатқан жағдайларды көрсек, ол халық қалар еді деп сондықтан да біз өзіміздің қазақ екенімізді ұмытпай, мына тілімізді ұмытпай, жаңа бізге дейін келген салт дәстүрлерді ұмытпай, одан бетер келер ұрпаққа жалғастырып, оларға үйретіп кету біздің міндетіміз деп ойлаймын. Жақсы, сабақтан қандай әсер алдың осы сабақ? Менің ойымша біз болашақта да мықты бола аламыз. Бізге дейінгі тарихымыз өте мықты. Біз одан да мықты тарих орнатып кете алар едік. Айтты ғой, келешек ұрпақ мені сынамай ма, маған сөз айтпай ма деп. Енді мен кешеде айттым иә сіздерге. Біз қазір ата-бабаларымыздан қалып деген ол өте терең мағыналы. Себебі өткенімізді білу, халқымыздың тарихын білу, ол мәдениет, салт-дәстүрін құрметтеу дегенге жатады. Тарих қателіктер, мысалы, сабақ алуға, болашаққа дұрыс жол таңдауға көмектеседі жақсы. Мысалы, қайта-қайта сол қателікке де баспау үшін өзіміздің тарихымызды білу, ол құрметтеу деген. Қайта-қайта қателікті қайталай бермеу керек деген. Бүгінгі сабақтан не қандай әсер алды? Жақсы. Ал жақсы құрметті оқушылар, біз бүгінгі сабағымызға мақсат етіп жоспарлап келген жұмыстың барлығын атқарып шықтық. Мен қазір сабақта топтық жұмыста бірге жұмыс істей алғандарыңыз бен сабақтың мазмұнын түсіп жауабын дұрыс жауап бере алғандарыңызға қарай